Сәлеметсіңдер ме, құрметті балалар? Бүгін біз қызықты саяхатқа аттанамыз. Дәлірек айтсақ, жаңғырық іздейміз. Жаңғырықтың не екенін және оның не үшін еститінімізді білесіңдер ме? Біз үлкен бос бөлмеде қатты сөйлесек, немесе күле бастасақ, өз даусымызды бірнеше рет еститін боламыз. Өйткені дыбыс толқындары бөлменің қабырғаларына шағылысып, қайта оралады. Біз еститін шағылысқан дыбыс жаңғырық деп аталады. Әр халықта жаңғырықтың қалай пайда болғаны туралы ерекше әңгімелер мен аңыздар бар. Ал бүгін елордалық Қуыршақ театрының әртістері көне жапон ертегісі бойынша жаңғырықтың пайда болуы жайлы айтып береді. Қойылым режиссері Салаева. Бұл ертегі Тынық мұхиттың кішкентай аралында пайда болған. Сол аралда кішкентай үйшікте кейуана мен қария өмір сүріпті. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Адамға бақытты болу үшін не қажет? Ең алдымен әрине отбасы қажет. Қандай жағдай болса да, сені қолдайтын жақын адамдарыңның бары қандай керемет. Анаң дәмді түскі ас әзірлеп, ыстық бәліш пісірген, ал кішкентай інілерің мен қарындастарың жаңа ойын дайындап күтіп отырған үйге оралу қандай керемет. Келісесіңдер ме? Сендер үшін отбасы нені білдіреді? Бірақ біздің ертегіміздегі кейіпкерлердің балалары болмады. Екеуі ғана өмір сүрді. Қариялар өте қайырымды болды. Сол маңайды мекен еткен құстар мен жан-жануарлар қарияларды қатты жақсы көріпті. Ақсақал өзінің кішкентай ғана күріш алқабында еңбек етсе, ал кейуана гүл өсіріп, бағбандықты игеріпті. Бір күні таңғажайып оқиға орын алады. Кемпір өзен бойымен қалқып бара жатқан алтын қауыннан кішкентай қыз тауып алады. Мына қауынды үйге алып барайық, ә? Иә. Ой, қозғалып жатыр. Ой, не болды мына қауынға? Ой! Шал, сен әлісіне қой. Не қыстырсың? Қолын алсаншы, кемпірім ау. Көмектесін. Бәрекелді. Кәне кемпір көрсетші. Мұна нәрестен қыз ғой. Ай, кемпір. Ой, шал. Құдайлар, біздің тілегенімізді естіп, бізге қыз сыйлады. Иә. Ал, шал, енді Құдайларымызға рахмет айтайық. рахмет айтайық, ә? Иә, айтыңыз. Рахмет сендерге таулар, рахмет саған күн, рахмет сендерге тастар, рахмет саған сарқырап аққан өзен. Камио сәби, Кагура, Камукура, рахмет құдайларға. Камио сәби. Дұрыс айтасыз, шал. Кемпір, жүр қызымызды үйге алып барайық. Дұрыс айтасыз. Кемпір мен шал кішкентай қызға қатты қуанады. Олар оған Урико деген әдемі есім береді. Қыз әдемі, ақылды және өте мейірімді болып өседі. Қызымыз неткен керемет, бүгін шеберлігі, ән айтқаны, қандай керемет. Еңбек қорқыз, тура мен сияқты. Иә, сіз сияқты. Урико қызым. Қайырлы таң, қызым. Қайырлы таң. Қайырлы таң, анашым. Қызым, сен таңнан кешке дейін жұмыс істейсің да жүресің. Сәл тізе бүгіп демалсаң қайтеді? Иә, қамқорлығыңызға рахмет, әкетай. Маған жұмыс істеген ұнайды. Тек қана жібін біткен жатқаны не істесем екен, әкетай? Әкесі бір нәрсе ойлап табыңыз еді? Иә, қызым, сенің анаң екеуміз бүгін базарға барамыз. Сол базардан саған көптеген түрлі түсті жіп алып береміз. Балалар, Уриконың ата-анасына қалай қарайтынын байқадыңдар ма? Үлкенді сыйлау бұл отбасының негізі, бүкіл қоғам мәдениетінің көрсеткіші екенін білесіңдер. Өйткені ата-ана бала тәрбиесіне көп күш салып, көңіл бөледі. Бұл тақырып спектакльде жан-жақты қамтылған. Ертегіні жасаушылар ежелден әлемнің барлық мәдениетінде ата-ана білімнің, салт-дәстүрдің, әдет-ғұрыптың жашысы саналғанын, олардан көмек кеңес сұрауға болатынын жас көрерменнің есіне салғысы келді. Ал сендер үлкендерге қалай қарайсыңдар? Ертегінің тағы бір кейіпкері Амандзияко. Урикоға мүлдем қарама-қайшы адам. Ол зұлым, өркөкірек, үнемі бәрін бүлдіріп жүреді. Өздерің білетіндей,
ертегіде әр қашан жақсы және жаман кейіпкерлер болады. Әдетте жақсылық әр қашан жамандықты жеңіп шығады. Кемпір мен шал базарға кетті ма? Олар Урикоға әдемі көйлек, тәттілерді алып береді екен. Ал маған ештеңе алып бермей ма? Жоқ. Оның барлығы менікі болу керек. Себебі сенікі, ол менікі. Сенікі, ол менікі. Сенікі де менікі. Сенікі де барлықтарыңыздікі, ол менікі. Ал менің заттарым, ол тағы да менікі. Не істесем екен? Мен барып, Уриконы алдап, тауға апарып, жасырып қоям. Содан кейін кемпір шалмен алып келген дүниелердің барлығы менікі болады. Бәрекелді, керемет, мен өте ақылдымын. Сонымен зұлым Амадзяко Уриконы ұрлап, оны алыс тауға алып кетеді. Бір қызығы, спектакльде бұл кейіпкерді қуыршақ емес, кәдімгі тірі адам ойнайды. Бірақ ол Урикоға қуыршақ кейпінде келді. Бәлкім, зұлымдықты жасыру үшін солай істеген болар. Қойылымда режиссер жақсылық пен жамандықты жарықтың көмегімен ажыратуды ұйғарған. Амадзяко пайда болған кезде сахна қызыл түске, яғни ашу ызаны білдіретін түске боялады. Өшір үніңді. Әйтпесе мен сенен кемпір мен шалға арналған клиент оқимын. Ал мен сенен қорықпаймын. Қорықпайсың ба? Олай болса берге! Жоқ. Столдың ба? Ал енді мен сені тауға барып жасырып қоям. Істеме. Жоғарыда айтқанымыздай, жақсылық әр қашан зұлымдықты жеңеді. Бұл жолы да Уриконың достары Әтеш, Қарға және көгершіндер кемпір мен шалға олардың қыздарын зұлым рухтан құтқаруға көмектесті. Қариялар Амадзяконы ұстап алып жақсылап тұрып сазайын береді. Сыбағасын алған Амадзяко орманға қашып кетіпті. Содан бері ешкімнің көзіне көрінбейді екен. Тек қана адамдарды келеке, мазақ еткенді жақсы көреді екен. Иә. Сол күннен бастап Жапон елінде мынандай мақал-мәтел пайда болған екен. Жақсы сөз айтсан, жақсылық келер жанына. Жаман сөз айтсан, жамандық келер манына. Сол себепті балалар, сендерді жақсылықпен айтылған жақсы сөздер қолдап жүрсін. Қойылымның негізгі идеясы жақсылық жасаудан жалықпа, біреуге жасаған жақсылығың саған қайтып оралады дегенді білдіреді. Ертегінің ұзақтығы шамамен 30 минут. Қоюшы суретшілер мен қоюшы режиссерлердің арқасында көрермен алыстағы Жапон ауылында жүргендей сезімге бөленеді. Шеберлер сахнада Жапон үйін, сакураны, костюмдер мен жапондық қуыршақтарды айнытпай жасай алған. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Енді 3 сұраққа жауап берулеріңді сұраймын. Бірінші сұрақ: ертегінің басты кейіпкерінің есімі кім? Екінші сұрақ: кемпір мен шал қызды қайдан тауып алды? Үшінші сұрақ: ертегідегі зұлымның аты кім?